Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода биологиядан 4-ші тоқсанға арналған 3-ші БШБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Диаграммада экожүйедегі заттар ағынының трофикалық деңгейдегі айналымы көрсетілген. Шөп-қоректілер айналымның қай бөлігінде бейнеленген көрсетіңіз дейді. Шөп-қоректілер С айналымында бейнеленген. А тапсырмасы. Экожүйеге назар аударыңыз. Екі экожүйеге атау беріңіз дейді. А экожүйесі бұл құрлық экожүйесі, ал Б экожүйесі су экожүйесі. Екі экожүйені салыстырыңыз дейді. А экожүйесі құрлық жүйелерінің ауданы су экожүйелеріне қарағанда кішкентай, ал Б экожүйесі продуценттер мөлшері консументтер мөлшерінен көп емес. Популяцияның негізгі ерекшеліктерінің бірі құрылымдық популяция түрлерін атаңыз дейді. Бірінші суреттегі кездейсоқ таралу, ал екінші суреттегі біркелкі таралу, үшінші суреттегі топтық таралу. Келесі тапсырма. Төменде берілген екі графикке назар аударыңыз дейді. Бұл екінші тапсырма. Сұрт ұшқан санының 5-ші және 6-ші жылдары арасындағы санының төмендеуінің екі себебін келтіріңіз. Бірінші себебі сұрт ұшқан көбейген сайын жыртқыш үкінің санының көбеюі, ал екінші себебі азықтың азаюы. Сұрт ұшқан мен үкінің арасындағы байланыс 10 жыл бойы зерттелді. Сұрт ұшқан кішкене сүт қоректі, ал үкі ет қоректі құс. Бірінші және екінші графикті пайдалана отырып, үкінің негізгі қорегі сұрт ұшқан болғандығын нақты дәлелдемелер арқылы түсіндіріңіз дейді. Алғашқы 3 жылда үкі мен тышқан популяциясы тұрақты болды. Үкі саны артқан кезде сұрт ұшқан саны азайып отырды. Себебі тышқан олардың негізгі қорығы. Бұл әсіресе 5-6 жылдары анық байқалады. Үшінші тапсырма. Тірі ағзалардың қарым-қатынас түрлерін анықтаңыз дейді. А суретіндегі бұл жыртқыштық, Б суретіндегі бейтараптық. Келесі В тапсырмасы. Сызбаға назар аударыңыз. Түр дарақтарының қоршаған ортаның температурасына бейімделу механизмін түсіндіріңіз дейді. Температураға байланысты бейімделу өсімдіктер мен жануарларға ерекше әсер етеді. Өсімдіктер жоғары температурада жапырақтарының түрін өзгерту арқылы булануды азайтуға бейімделеді, ал жануарлар, мысалға тасбақа, жазда ұйқыға кетеді. Төртінші тапсырма. Қазіргі таңда биоалуан түрліктің азаюының екі себебін келтіріңіз. Бірінші себебі климаттың өзгеруінен, ал екінші себебі антропогендік факторлардың әсерінен. Дүниежүзілік тұқым қорының маңызы тақырыбында эссе жазыңыз дейді. Дүниежүзілік тұқым қоры бұл әлемнің негізгі ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымының үлгілерін қауіпсіз сақтау мақсатында құрылған туннельді қойма. Қоймаға барлық жағдай жасалынған. Тұқым қоры мұздатқыштармен, жарылғыш заттардан қорғайтын есіктермен, камералармен жабдықталған. Бұл тұқым қорының салынудағы мақсаты тұқым түрлерін ұзақ жылдар бойы сақтау және белгілі бір апаттардың нәтижесінде орын алуы мүмкін толық жойылудан түрлерді сақтау. Мысалы, бір аймақта өрт болып немесе астероид түссе, сол аймаққа тән өсімдік түрлері жойылады. Қойманың ғимараты тұқымдарды жаһандық жылынудан, астероидтардан, бомбалардан қорғайды. Келесі тапсырма. Суреттегі Арал және Каспий теңіздерінің көрінісіне назар аударыңыз. Арал теңізінің тартылуын себебін түсіндіріңіз дейді. Арал теңізінің тартылып кетуіне оған құятын Сырдария мен Әмудария өзендерінің жеткілікті дәрежеде келмеуі себеп болды. Сырдария мен Әмудария өзендерінен ауыл шаруашылығына суды көп мөлшерде пайдаланылды. Келесі Каспий теңізінің ластану себебін келтіріңіз дейді. Каспий теңізінің ластану себебі мұнай өндіру нәтижесінде пайда болатын қалдықтардың Каспий теңізіне құйылуы. С тапсырмасы. Қазақстан аумағындағы экологиялық проблемаларды шешудің кем дегенде 2-3 жолдарын ұсыныңыз дейді. Атмосфераны ластайтын зиянды заттардың деңгейін азайту, өнеркәсіптік қалдықсыз технологияларға көшіру
және зауыт, фабрикалар ішінде фильтрлер орнату. Осымен БЖВ тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.